Вот я приехала перенести на другой день. Вот здесь находятся работники десятки. Они мне уже сообщили, что они работники десятки. На, десятканы балдар келіп алып тұрып, бұл жерде не талқылап атқан, не қылып атқан сұрап екен. Милициясы келіп ешнәрсені сұрабайды. Ішінде жүрген адамдардың документтері жоқ. Ешқандай бір документтері жоқ. Да, кешеден бері жалдыраш митингке шықпай тұруға шешебіздесті. Ошон үшін біз митингке шыққан жоқпыз. Митингті бірінші күнге қалтырдық. Жаңы жылдағы настроение абыройын бұзбағыла деп. Мына десятканың балдарын, 2-3 десятканың баласы жүреді, милиция жүріп атады, еш кетіп атады. Никому это не нужно. Мына қарап тұрғыла. Қарағылада қарағыла. Кешені бір президент прокурорға қат кетті, генеральный прокуратураға қат кетті. Мына жерде кимдер деп. Ашық милиция Садыр Жапаровқа қат кетті. Бұлар кимдер тонап атқандар деп. Ішінде тонап атқандардың біреуінің документтері жоқ, біреуінің қағазы жоқ. Мына десятканың балдар келіп айтады, біз емне қыла аламыз, қарап береміз дейді. Зачем нам тогда десятка странная нужна, если егерде бұлар только қарап же бір документін сұрай кете тұрамыз, мына берде жүріп жатыр. Десятканың балдары қайтарып жатыр, управ делами балдары қайтарып жатыр. Ішінде бөлек бөтен адамдар мемлекеттік мүлікті талқылап жатыр. Почему? Почему ешнәрсе қарайды? Урматтуу Садыр мырза, может өзің келесің берге? Не дегені бұл емне? Мына қарағыла, мына кран іштеп атқан. Қанша сомдон күніңе төлейсіңдер ушун, мынакей 4 күнде талқылаған ушу. Ушул зданияны талқылаш үшін қанша күн кран іштет, мемлекеттің ақшасынан қанша төлейсіңдер? Мына десятка. Десятка, мына сұрайсыңдар документтерін. Неге сұрайсыңдар? Балдар, неге келдіңер? Егерде сұрасыңдар, ешнәрсе қылбасыңдар, білмесеңер, қарабасыңдар, неге келдіңер? Сұрағыл ішінде мына мародерлардың біреуінің документі жоқ. Да, нені қарайсыңдар? Сырттан қарап тұрасыңдар бі? Тартам мен. Мародерлықтардың мародерлық қылып атады. Әмін үшін десятка беді қарап тұрыш керек. Тартып атым. Жоқ, емне келдіңер аны жемне? Ушыл мародерлықты қайтарғанын келдіңер бе? Мына десятканың балдары, МВД-нің балдары. Бұлар да ұйышылған қылмыскерлік топтың өкілдері. Азыр барып қаралы, қайсы документменен кешті бұлар. Мына елші олып баштайды. Мындай отырмысы елші олып баштасын, митингті тоқтатқыла деп жалдырап атады. Жаңы жылдың алдында неме қылбасаңар, митингші олышыштар басаңар деп мейлі деп атасың. Жаңы жылдың алдында елдің біздің абыройын бұзбайлық. Бұлар мемлекеттің елдің абыройын бұзғанға мүмкіншілігі бар. Мына кешеден бері Дәулетбек Ақсақал барып жүрегі ауырып жатып қалды. Мына ежелеріз кеше ауырып атады. Мына ушу суықта ушундай кылып ушулардын баарын көргөн адамдар. На, дальше проедем. Десятка стоит, охраняет. МВД-нің десяткасы қайтарып тұрады да. Бұл мародерлерді. Документтері жоқ. Мародерлерді қайтарып тұрады. Официально их прислали караулить мародерлерді. Понимаете, да? Мародерлерді қашантан бері десятка қайтарып қалған. Значит, біздің мемлекетімізді басқарып атқандар кімдер? Geçetemir çırkır atası, görben belik nökülder kalgan жоқ. Kılıp atkan emne бұл? Emne şunduk mı? Пожалуйста, милиция қайтарып тұру, сұрағайды. Қарап тұрайық, азыр көрелік. Тоже десятка. Десятканың балдар тоже. Десятканың балдары, управ делами балдар тұрады. Милиция тұрады, толығы менен қарап тұрғыла. Так, балдар, на основании чего бұлар іштіп атады? Управ делами, что вы здесь делаете? Қана айтқач? Эмне үчүн иштеп атат булар? Эмне үчүн иштеп атат? Мынакей бизге азыр Садырдан тияктан митингке чыкпагыла деп бийликтер сурап атат. Эмне үчүн булар иштеп атат? Документтери барбы? Булар не жүрөт мен управ делами балдар? Не жүрүп атат берди? Тоношуп аткан, тонотконго жардам берген жүрүп атабы? Вот. Карагыла. Аялдарды коркутканга акысы бар. Так, угуп атам, десяткаңыз келди көрдүм. 9 723 150. Ошол номерге кайрылдым. Бияқта сурагандыр деп бияқта бармай сүйлөшүп. Ушул номерге. Жок, сизге документ берди, эмне себептен булар бул объектте жүрүп атат? Бул ушул номерге кайрылгыла бүт вопрос менен чыгат. Вот соедините меня с ними. Соедините. Жок, сиз байланыштырып бериңиз, мен бербейм, байланыштырып бериңиз. Ким сурап келди? Анда эмесе текшергиле, булардын документтери кимде? Документтер кимде, текшергиле. Какие-то люди позвонили, сказали милицияга, мына телефон менен байланышсын.
Вы понимаете, да? А в это время продолжается мародерство. Мародерство продолжается, уничтожение идет. Нақарағыла. Талдарды. Управ делами өзі қайтарып сыртта тұрып атады. Бүт бәрін тоноп сатып атады. Бүт бәрін мародерларды түніменен іштетті. Мына, бұл талдарды кім рұқсат берді қиғанға? Айтқашы. Мінекей. Даже дипломатический машина келіп қалды берге. Эй, кто вас сюда прислал? На основании чего вы здесь работаете? На основании чего работаете? Кто вам разрешил? Кто? Аты жөніңер кім? Кім рұқсат берді сіздерге бәрін талқылағанға bunu? Шығарғанға кім рұқсат беріп жатыр? Кім сіздер? Мага келіп, мага балдарға тибеңіз. Хорошо, тоқтап тұрыңыз. Сіз кімсіз? Мен Тоқтай Меджометалиевамын. Паспортты көрсетіңіз. Сен өзіңнің паспортын көрсет, менің паспортым сұрағанымда. Жоқ, Балдарға тибеңіз. жоқ, балдарға мен тиген жоқпын. Администрация президентіге барын, бұлар бала-чаға бағанда жүреді же. Тибең, бұл жұмыстан қойбаңыз же. Ал жақтан өмеңер бүтіріп өріңіз. Хорошо, берде қағаздарға бар ма? Жоқ, қағазыңар бар ма берді іштегенге? Президентіге управление, президент аппаратқа барып сөйлесіп өріңіз, айтады же. Значит, бәрін талқылап жатқан управ делами. Управ делан президент. Ошо кеше телевизорда айтты ғой. Көрдіңіз? Не деп айтты? Көрдік сол, көріп отырсыз ғой, управ делан президент ошоға барып айырылын. Не сұрау болса, біз просто рабочий болды же. Хорошо, рахмат. А талдарды қиғанға дұрысат берді? Қайсы талдар? Мінекей, талдардың бәрін қиға атасың. Департамент экотехинспекцияның управ деламы қарап қалды. Ну что, череп қалса сіздерге акт бар ба? Акты түзіңер қолыңарда бар бақтар? Ошолорду. Не, рахмет, бизге только жұмыс лопатканы айтып берем. Жұмыс лопатканы. Ну вот определенный ответ. Значит, это все производит управ делами. У них нет документов на снос деревьев, на уничтожение объекта. Ни одного документа. В чем секретность уничтожения? Эмне үчүн мынча секретті қармап тұрып, анан кейін талқалашып атат. А қырғыз елі барсыңар бы? Өз үстін мүлкі үстін талқалағанға келгенге. Мына. Кечеден бері елдің бәрі қорқытқандан башқа ешесі ошқан жоқ. Егерде бері тап-таза ешесі ешқандай немесі жоқ болса, анда мында авалға келішпек емес. Под охраной десятки, милиция. Вот мына бұл кеше айтып атады, управ делами шешеді. Сіз юридический норманы білсеңіз, қолыңызда бір документ сізбер іштеген қақыңыз жоқ. Жоқ, қашқанда неге қашады екен мен? Ну, хорошо, қасып тұста қошы. Мен қошы қасып тұста. Қазасын көмсең көз сал. Стойка қылып атсаңыз мінекей, сұрап беріп атады сіздің. Емне үшін кім қаздырып атады, кім талқылатып атады? Емне үшін жетінші айтыңыз. Управ делами президенті бар үшеден малымат алып. Кім деген управ делами президенті? Аты кім? Ошеге барылады. А почему сізге қағаздарды бербейді, толықтап бербейді? Біреу келсе мына қағаздарды жооп беріңіздер. Балдарды қармағай. Неге деме қылбайды? Сіз кім айтты сізге документсіз келіп, бұл жерде іштеген ақыңар бар деп. Вот, вы понимаете, да, управ делами. А завтра управ делами скажет, мы не слышали, мы не видели. Ошлордың қолында көрінер бі документте. Біздік екен, біз жөнөткөнүштү билесиңер деп жооп берет. Анткени ошо строительдерге 10-10 кой берип, элдерди кой берип, иш кылып аткан управ делами деп бу балдар айтып атат. Мынакей. Значит, наш строительная компания непосредственно ушул объектти талкалап аткан. Да, бул қарап кетелік. Берде кім бар екен? Зданияны көріп кетелікші. Посольство Украины, да? Сен Украинаны... Нет, а почему вы работаете вместе с ними? Мы с ним не работаем, понимаете, да? Вот, вся милиция охраняет всю работу. И всю ночь помогали мародерствовать. Вот-то истинные мародеры. Управ делами. Почему не выдаете ни одного документа, чтобы проверить, на основании какого решения, указа президента или чего вы все это сносите? Еще раз показываю, ребята. Следующий гейнки объект. Манас Айлы. Манас Айлы байтиктин бөлтөөнү көтөрүлөт экен. Күлкүлүү нерсе. Мына, но талдарды. Ким рұқсат берді үшінші талды қиғанға?
управ делами. Техинспекцияның қағазы бар бы, же управ делами өзүнчө эле бир монстр болуп калганбы. Мынау көп узабай мынау краны жыгылат. Мына карап тургула. Ушу кече өтөн бери краны болгону 1-2 квадратный метрге өтүп тур. Мына. Продолжается работа. Бир эмес 3 кран иштеп атат. 3 кранга күнүгө талкалаганга канчадан акча төлөйт экен бюджеттен. Мына исторический памятниктердин баары, ичиндеги коз нерселердин баары, мына жерде фонтандардын баары төлөдү, талкаланган. Да бир сире көрүп алгыла. Бул биздин мамлекеттик мүлк. Президентибизге кереги жок экен. Ысык көл талкалап атат. Ошо бульдозерди имараттын үстүндө жүрөт. Уже 3 күндөн бери имараттын үстүнөн тешик кыла албай атат. Ошону чакатуу курулган здание экен да. Кара көрүп атасыңарбы мына урматтуу туугандар? Мына мародёрлуктун кесепети. Кайсы компания иштеп атканын айтпайт, ким алып келгенин айтпайт. Ичинде түнү менен мародёрлор жүрүп атат. Мына ичинде баалуу нерселердин баарын кесип жоготуп атат. Бул мамлекеттин акчасына курулган нерсе. Бул мамлекеттин бюджетинде турган нерсе. Бүгүнкү кечеден бери бизге кимди гана чалдырган жок, кимди гана жөөтүргөн жок. Тынч отурула, чыкпагыла, элди дүрбөтпөгүлө деп. Мына дүрбөтпөйлүк бүгүн баарын караштырабыз, кагаздарды беребиз деген. Управ делами болсо сырт милицияны берген кагазы, милициянын десятка эмне кылып жүрөт берди. Эмне ал эмне ушу мамлекеттик кылмыш барбы берди? Мамлекеттик кылмыш бар болсо токтотсун десятка. Мынакей прораб ушул жерде жүрүп атат, мына кооптук нерсени сактабай иштетип атат. Эртең мына краны томолонуп түшүп киши өлсө, ким жооп берет? Эртең ушул ысык көлдүн колдоочусу да күчтүү. Мына карагыла. Бир жумадан бери талкалап бете албай атат. Акмактар.